Сәлеметсіздер ме? Маған берілген тақырып ақпараттық қауіпсіздік. Бұл біздің тақырыбымыз. Бірінші бет. Бұл бізде екінші бет. Бұл екінші бетте бізде кіріспе. Яғни бізде бұл бетте ақпараттық қауіпсіздікке кіріспе жасап кететін боламыз. Тақырыпқа шамалы шолу болады. Бізде бұл үшінші бет. Бұл жерде ақпараттық қауіпсіздіктің негізі принциптер туралы айтамыз. Құпиялылық. Екінші бізде тұтастық. Үшінші және қолжетімділік болып келеді. Бұл үш принцип бізде ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі принциптері болып келеді. Келесі бізде ақпараттық қауіпсіздіктің түрлері. Бұл жерде 4 түрі бар. Физикалық, киберқауіпсіздік, криптографиялық қауіпсіздік және құқықтық қауіпсіздік болып 4-ке бөлінеді. Келесі бізде ақпараттық қауіптер. Бұл бізде қауіптердің біріншісі бұл бізде вирус және зиянды бағдарламалар болып келеді. Екіншісі хакерлік шабуылдар. Үшіншісі фишинг және әлеуметтік инженерия. Төртіншісі дос шабуылдар, ішкі қауіптер секілді. Бұл келесі бізде қорғаныс шаралар. Жаңа айтылып кеткен қауіптерге қорғаныс шаралар болып келеді. Яғни жаңағы қауіптерден қорғаныс жолдары мен лайфхактар болып келеді. Келесі бет бізде ақпараттық қауіпсіздіктің стандарттары мен заңдары болып келеді. Бұл жерде 3 нақты стандарты мен заңдары бар. Қарап шықсаңыздар болады. Келесі бізде қорытынды. Бүгін сабағымыз қорытындылайтын болсақ, бұл бізде ақпараттық қауіпсіздіктің қазіргі цифрлық әлемде маңызы туралы және әрбір қолданушы мен ұйымның өзінің қауіпсіздігін қамтамасыз қажет екендігі туралы айтқан болатынбыз. Бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Осымен назарларыңызға рахмет.